Баршаңызға қайырлы күн болсын. Мен бүгін осындай өте жұмсақ, үлпілдек болып шығатын тәтті тоқаштардың, яғни булочкалардың рецептісіменен бөлісетін боламын. Ол үшін ыдысымызға жылы су, жылы сүт, дәміне қарай тұз, қант және ашытқымыздың барлығын салып бір араластырып аламыз. Суымызда, сүтімізде қатты ыстық болмау керек, жылы күйінде болу керек. Осылай барлығын араластырып, үстінен алдын ала еленген ұнымызды салып, жұмсақ етіп қамыр илейтін боламыз. Каналыма тіркеліп, лайк баса кетіңіздер және қоңыраушаның үстінде баса кетіңіздер, менен келген видеоларды жіберіп алмау үшін. Осылай қамырымыздың бәрін біріктіріп алдық. Енді үстінен бөлме температурасындағы сармайымызды салып, жақсылап илеп алатын боламыз, біріктіріп. Сармайымызды ертіп, қамырымызбен бірге қосып илеп жіберсек те болады, немесе дәл осы мен сияқты жасасаңыздар да болады. Осындай жұмсақ қамыр пайда болды. Бізде енді жарты сағат 40 минутқа жылы жерге көтерілгенше қойып қоямыз. Қамырымыз көтерілді, енді бұны кішкентай бөліктерге бөліп алатын боламыз. Аздап ұн қолдансақ та болады, немесе май, немесе ешқандай да қолдану қажет жоқ, өйткені қатты жабыса бермейді, құрамында май болғандықтан. Байқағандарыңыздай, қамырымыз өте жұмсақ. Бізде қамыр қаншалықты жұмсақ болса, соншалықты булочкаларымыз өте жұмсақ, үлпілдек, әдемі болып шығады. Осылай кішкентай бөліктерге бөліп аламыз. Менде шамамен 70-80 граммдай болды. Осылай дөңгелетіп, үстінен аздап қана басамыз. Әртүрлі формаларда жасасаңыздар болады. Мен жай ғана осылай дөңгелекше етіп қоятын боламын. Табамызға барлығын тізіп, 20 минут жарты сағатқа қойып қоямыз. Менде жарты сағат өтті, енді дәл осы тұрған күйінде орталарын осылай дөңгелекше етіп басып шығатын боламын. Қалауларыңызша әртүрлі формада жасай берсеңіздер де болады. Дәл осылай жасап, бетіне жұмыртқаның сарыуызын жағатын боламыз. Тоқаштарымыздың арасын қатты жақын етпейміз, өйткені піскеннен кейін көтеріледі, бір-біріне жабысып қалуы мүмкін. Менде дәл осы рецептімен 13 дана тоқаш шықты. Барлығын енді бетін жұмыртқан сарыуызын жағып алып, арасына варене салатын боламын. Өздеріңіздің қалауыңыз бойынша творог сүзбе немесе қаймақ салсаңыздар да болады. Осылай барлығын салып, алдын ала қызып тұрған пеште 20-25 минутта 200-220 градуста пісіріп аламыз. Біздің тоқаш пісіп шықты, өте жұмсақ, әлі ыстық күйінде сіздерге көрсетейін дедім. Арасы толық піскен, өте дәмді. Міндетті түрде осылай жасап көріңіздер. Және қалай шыққанын комментарийге бөлісе кетіңіздер. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Баршаңызға сәттілік, сау болыңыздар.